Қадірменді ағайын, менің өмір жолымды қалың қазақ біледі ғой деп ойлаймын. Егемен мемлекет болғалы ел игілігіне аз да болса өз үлесімді қосқандаймын. Әрине, ауыр жол атыңды сынайды, қиын іс адамды сынайды деген. Осы жолда талай сый да сын да болды. Оның ішінде қадіріңді байыптағандар да, жалған жала жауып бос айыптағандар да болды. Дегенмен, сол жалған айыптарға көңіл бөлмедім. Сотқа жүгініп кеткен есемді ешкімге артпадым. Өйткені атам қазақ айтпақшы, ақтың отын ақмақ өшіре алмайды. Қашанда әр мәселенің әділдігін адам көрмесе де Алла көреді деген қағидаға сүйендім. Десе де, өтірігі шындай, шыны құдай ұрғандай болған мынау әлеуметтік желіге сенген кейбір адамдар үндемегенді басқа теуіп, табанына тастауға даяр. Жағадан алып, жаныштауға құмар екендігіне көзім әбден жетті. Сондықтан да азды көп абырой атымды болымсыз ортаның саудасына салмай, барша айып таққыш жаранға бір жауабын берсем деп шештім. Біріншіден, мен әрбір тасы қазақтың иісі аңқыған Атырауда туып, түшкірсе де баба дәстүрі деп түшкірген атамның тәрбиесін, көз ашқаннан санама қазақтың рухын, мәдениеті мен әдебиетін сіңірген, анамның тәлімін алып өскен қазақпын. Шыңғыс Айтматов айтқан, жеті атасына тамыр жібермеген адам жетесіз. Оны білмеген жерден әдепсіз қылық пен арам істен жеркенбеуі басталады деген екен. Қарапайымда қатал елдік философияны үлкендердің аузынан көп естіп, шыққан тегін, барар жерін, жақын мен жатты айыруды біліп өскендердің қатарынамын. Ал енді бүгінші, туған жеріне салмағы жоқ, жел айдаған дәнсіз қауыз тәрізді кейбір бақытсыз жандар үшін мен российшыл сатқын екем. Сонда қалай? Келісім сөздің күші емес, зымыранның мысы басып тұрған мына заманда халықаралық әскери ұйымға туған елімнің атынан барып, қауіпсіздік үшін отқа, мүдде үшін суға түскен үшін бе? Егер дәл солай болса, онда мен заманында орысшылсың деп айыпталған ұлы Абайдың сөзімен қайрайын. Адамнан надан артпас ұққан менен, тағдыр көрмей қоймайды бұққан менен дейді. Яғни, жүрегің азаптан жарылайын деп тұрса да, қадіріңді білмегендердің алдында есеңді түсірме деген. Сондықтан түсінгендерді бағалап, түсінбегендерді сарылап өтетін өмір бұл. Екіншіден, мен қолыма қару алып, оқ атпасам да, жауынгершілік заманның зардабын, соғыс аталуының